Көркемдік жетекшінің басты жұмысы енді осы біздің ұжымымыздың ұйымдастырушылық жағындағы сұрақтар ғой. Бастысы қандай концерттер, қандай жобаларға қатысу керек, қандай іс-шаралар. Одан тыс енді қолымнан келгенше мен жұмыс істеуге тырысамын. Жаңағы музыкалық шығармалар талдаған кезде өзімнің тәжірибемді барлығын қосып, жаңағыдай қалай естіледі, қалай дұрыс естіледі, қалай дұрыс естілмейді деген сияқты өзімнің ойларыммен бөлісіп отырамын. Ал мен жоқ кезде бүкіл ұжыммен жұмыс істейтін жаңағы белгілі бір шығарма қойылса, сол шығарманы талдайтын, жаттайтын, әр нотасын жаңағыдай құлақтарына кіргізетін осы біздің хормейстер болады. Енді сіздің қызметіңізді бір продюсер деп айтсақ та болатын сияқты. Ұқсайды кейбір функциялар, жақсы. Хормейстер тікелей хордың өзімен жұмыс істейді. Хормейстердің жұмысы ол ұжымның дыбыс үндестігі, былай енді орысша айтқанда звучание дейді ғой. Ұжыммен жаңағыдай бауыржанымыз да айтып өткендей, шығармалармен жұмыс жасау, шығармалардың сапалы әрі әдемі шығуының жұмыстардың барлығын енді хормейстердің жұмысы деп айтса болады. Жақсы, енді сол жұмыстарыңыздың жоғары деңгейде өте жақсы сапада жасалғаннан деп ойлаймыз. Сіздер жуырда Ресейдегі бір тележобаға барып қатысып қайттыңыздар. Ол жерде көрерменнің де ыстық ықыласына бөлендіңіздер. Жергілікті жандар да сіздерді жақсы көріп бағалап жатыр. Енді әңгіме түсінікті болу үшін бізде бір үзік қазір көрермендерімізге ұсынайық. Сол бір бейнеге назар аударыңыздар. Өте бір күрделі композицияны таңдап алыпсыздар, бір домбырамен басталып, ерекше бір көрініс тапты, әдемі шықты. Енді осы шоуға барайық, қатысайық деген идея, ой қайдан туды? Әлде ол кісілер арнайы бір шақыртумен алдырды ма сіздерді? Жалпы бұл жобаға негізі біз өткен жылы баруымыз керек еді, 2-ші маусымына. Біз қатты дайындалдық, әнімізді таңдап, талдап. Бірақ өкінішке орай белгілі себептермен өткен жыл бара алмай қалдық. Енді жолымыз түсіп, осы жылы бардық. Ол өте біздің ұжымның, өзімнің жеке басымның ол үлкен бір арман болатын осы жобаға қатысу. Бұл жобаның болып жатқанына қазір тыңда 7 жыл болып қалды, 2019 жыл шыққан. Мен сол кезде бұл негізінен жеке орындаушылардың байқауы болып саналады. Мен өзім ойлап жүретім, жеке қатыссам деп армандайтынмын. Содан кейін осы біз қатысып отқан жыл 3-ші маусым хор жанрын қосқан осы байқауға. Содан кейін неге жалғыз, неге біз осы ұжымымызды көрсетіп, біз басқа жағынан Қазақстанда танып басқа деп ойлап, армандап жүрген кезде ұйымдастырушы өздері хабарға шықты. Осылай сіздерді шақырамыз. Және біз осы нам композициясын Линкин Парк әйгілі Линкин Парктың тобының репертуарынан өзіміз құлаққа салып жүргенбіз. Неліктен осы ән таңдадыңыздар? Өте күрделі ән. Бұл әнді біз өзіміз эксперимент жасағанды жақсы көреміз. Жасап, өзіміз үшін кавер сияқты қылып жасап шығарған болып, өзіміздің интернет желімізге салдық, TikTok, Instagram арналарына. Ол ұйымдастырушылар дәл сол видеоны көріпті. Осы әнімізді орындағанымызды. Сөйтіп, осы әнді ұсынды олар. Бірінші шыққан кезде осы әнді айтсаңыздар. Өйткені оларға бұл шоу жасау керек болды. Ол жерге адамдарды отқан жүздікті таңғалдыру керек. Олар айтты, сіздер Қазақстаннан келсеңіздер, әскери формамен тұрсаңыздар, олар отқан жүздік. Оның өзі шоу деді ғой, Олар күтеді бізден. Қазір бір қазақша ән болады, Қазақстаннан келгендіктен. Немесе әскери ән болады шығар деп ойлайды тағына. И жаңағыдай ағылшынша, тем более рок айтқан кезде оларды таң қалады деп. Сол енді таң қалды ғой негізі, өз көңілдеріңізден шықты ма осы өнерлеріңіз, және келесі кезеңге өттіңіздер ме, қалай болып жатыр? Енді жаңа айтылып өткендей жоғарыда біз бұл байқаудың енді бір маңызды бір сәтін айтып кетсек салып, біз өзіміз Instagram және TikTok желісін белсенді жүргізуге тырысамыз. Және сол, заманға сай контенттар түсіреміз, өзіміздің шығармашылығымызбен бөлісеміз халықпен. Солың бір себеп десе болады, сол TikTok желісі арқылы біздерді көріп, сол кісілер шақырған болатын. Ал бағдарлама жөнінде айтатын болсақ, ол жақта енді әрине
мен хармейстер болғандықтан, жетекші болғандықтан әттеген-ай деген нәрселер болады. Бұдан да жақсы жасауға болатын еді деген сияқты. Бірақ жаңағы тыңдармандарымызға бұл ұнады. Бұған әрине үлкен жұмыс жасалды. Роктың өзін орындау өте қиын негізі. Қиын жанр болып есептеледі. Және бұны хормен орындау өзінше бір эффект болды. Жаңа жүздіктегі адамдар, олар біріншіден біздің осындай шығарманы таңдағанымызға таңғалды. Екіншіден оны өзіміздің қазақи домбырамен жасағанымызға, фольклор қосқанымызға таңғалды, өңдеуімізге. Және үшіншіден бұл жаңағы өзіміздің кәсібилік орындауымызға байланысты болды. Жалпы бізден шоу сұрады, біз шоу бердік. Келесі кезеңге өттіңіздер ма? Енді өкінішке орай ол жерде мен деген шет елден жиналған хорлар болды, жергілікті хорлар болды. Жаңағыдай бәсекелестік өте мықты болды. Енді біз қазір интернет желісінде жазып жатыр көпшілігі. Әділетсіз болды, сіздер өткізу керек еді деген сияқты. Енді оған еш мойымаймыз. Өкінішке орай финалға өткен жоқпыз. Бірақ көптеген халықтың, сол жерде отқан, залда отқан көрермендердің, интернет желісіндегі көрермендердің ыстық ықыластары бүкіл әлемнен келіп жатыр. Бізге қазір хаттар. Сіздер мықтысыздар, сіздер финалда өту керек едіңіздер деген сияқты. Және соны айта кететін жайт, сол Мәскеу қаласында жаңағы өзіміздің қазақ бауырларымыз, мәскеулік қазақтар жиналып бізді өздері күтті. Болған қатты таңғалдық біз. Қонақжайлық танытып. Қонақжайлық танытып, Мәскеуде енді өзіміздің айтса болады шығар, қазақтың бір етін жеп қайттық. Керемет, дұрыс қой, тамаша. Енді әрине ол жерде отырған санаулы адамның пікірі ғана есепке алынды. Енді төрешілер дейміз ғой. 100 адам отырады. 100 адам. 100 адам, 100. Енді жақсы. Демек 100 адамның пікірі өз алдына ол шешім шықты. Алайда ар жағындағы көрермендер миллиондаған аудитория сіздерді қолдап жақсы көріп ықыласына бөлетіп жатса, онда ең басты бағаға сол деп ойлаймыз. Сондықтан еш мойымау керек. Енді жалпы алдағы уақытта шетел асып, мұхит асып, Еуропаға, басқа бір америкалық шоуларға бару сияқты жоспарларыңыз бар ма? Биыл біздер айта кететін жайт, біздің ұжымымыздың мерейтойы біздің қорымызға 10 жыл. Құтты болсын. Мерейлі ата екен. Бұйырса сол өзіміздің мерейтойымызға арнап, біз қазір бұрын соңды болмаған Қазақстанда хор жанрында болмаған бір үлкен аумақты өзіміздің жеке концертімізді дайындап жатырмыз, есептік концертімізді. Сол концертті алғашында Астана қаласында өткіземіз. Содан кейін сол концертпен бүкіл осы Қазақстанның ауыл аймақтарын, қалаларын аралап концерт бермекшіміз. Гастрольдік сапар дейсіз. Үлкен тур деп айтса да болады. Одан бөлек жаңа бізге қазіргінің өзінде біраз хаттар келіп жатыр, шақыртулар. Көбінесе тмд елдерден келіп жатыр. Бұйырса, алдағы уақытта сіздермен бөлісе жатармыз жаңалықтарымызбен. Ол шет елдерде де көптеген концерттер қоямыз. Ал жаңа Астанадағы үлкен концерттің уақыт сағаты белгілі ма? Енді қоясыздар. Шамамен жазға қарай. Жаз уақытында. Енді концерттің датасы белгіленгеннен кейін концерттің алдынан тағы бір қонақ етеміз деп ойлаймыз сіздерді. Концерт туралы елді хабарландырып, ақпараттандырып деген сияқты. Рахмет, көріскенімізге қуаныштымыз. Сіздерді мақтан тұтамыз, сіздермен мақтанамыз. Елдің ықыласына бөленіп жүре беріңіздер. Енді сол намп композициясын енді бүгін лайв студиясында орындап берсеңіздер, иә? Мархабат. Сахнаға шығарып салайық өздеріңізді.